Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 100-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан тұрақты сабақтар шығып отыратын болады. Енді балалар, тезірек өзіміздің сабағымызға көшейік, иә? Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни текше тікбұрышты параллелепипед тақырыбын жалғастыратын боламыз. Фото суретке түсіру өнері. Сен кеңістік фигуралардың орналасуындағы өзгерістерді түсіндіресің, кестеден тыс көбейту және бөлуді орындайтын боласың. Бірінші сеп бізде балалар, фотосуретші объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді дейді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазбада А, Б, С, Д, Е, Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында? Сол, оң, жоғары, төмен болады дейді. Яғни дәлелде дейді. Яғни әріптер текшенің қай жағында тұрғанын біз дәлелдеп көрсетуіміз керек. Яғни балалар, фотосуретші бізде мына объектті, яғни текшені бізде А деген алдынан түсірген екен, яғни А бізде алды болады. Сонда бізде А алды болатын болса, балалар бізге сол жағын, оң жағын, жоғарғы және төменгі жағын табу керек. Бірінші бізде балалар сол жағы Е деп тұр. Не үшін? Себебі бізде балалар мынау бізде А-ға қарама-қарсы, яғни Д қарама-қарсы арт жағы болып кетеді. Е бізде А-ның сол жағында орналасып кетеді екен. Келесі, енді оң жағында бізде балалар С орналасады, яғни өздерің көріп тұрғандай, аны ары қарай бүктеген кезде бізде С бер жағында қалады екен балалар, яғни оң жағында С деп жазамыз. Келесі, жоғарғы жағында Б, яғни Б ол бізде өзі көрініп тұр, төбе жағында орналасатыны. Келесі, төменгі жағында бізде F орналасады, себебі F бізде астыңғы жағында бейнеленіп көрсетіліп тұр. Ал Д бізде артында, яғни аға қарама қарсы артында тұрады екен. Осылай балалар дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде балалар текшені сағат тілімен айналдырды дейді. Үшінші рет айналдырғанда қай сурет сәйкес келеді дейді. Яғни балалар, мына жерде 1, 2, 3, 4 текше берілген, бірақ үшінші текшенің суреті берілмеген. Ол жерде қандай сурет болатын біз өзіміз табуымыз керекпіз. Яғни балалар, қарап тұрсаңдар, үстіңгі жағында мынандай қызыл тұр, яғни шыршаға ілінетін ойыншық көрсетіліп тұр. Одан кейін мына жақта бірінші суретте шырша бейнеленген, ал мына жерде қардың, яғни фигурасы берілген екен. Енді бізде екіншіде қардың фигурасы шыршаның орнына келеді екен, яғни солға айналдырған кезде, сағат тілімен айналдырғанда. Одан кейін барып, мына жаққа ақ қала түседі екен. Енді мына жерде бізде балалар қандай фигура болады деп тұр, оны қазір біз сендерге көрсететін боламыз. Төртіншісінде бізде балалар мына жерде қызыл ағаш, ал оң жағында бізде шырша бейнеленген екен. Енді, яғни бұл бізде мынау ең бірінші бастапқы сурет, мына жердегі ең бірінші бастапқы сурет. Енді үшінші суретте бізде қандай болады? Яғни балалар, бұл жерде бізде Б суреті дәл келеді екен, себебі біз мынаны былай қарай айналдырған кезде, яғни екіншіні солға қарай сағат тілімен айналдырғанда ақ қала бізде алдына келеді, мына жерге келеді. Ал мына жердегі қызыл ағаш, ол бізде оң жағында тұрады екен, яғни мына ағаш бізде, төртінші суреттегі ағаш, яғни үшінші текшенің оң жағында тұрады екен. Осылай балалар, есепті осылай шығарамыз. Келесі, балалар, бізде үшінші, төртінші есепті өздерің шығарасыңдар, ол өте оңай, сызып, өлшеп, өздерің шығаруларын керек оны. Енді бізде бесінші есеп, А есебі. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар. Қандай тәсіл ыңғайлы? Неліктен дейді? Фотосуретші әр апта сайын мектепке 5 рет барады. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді. Ол 4 аптада қанша баланы фотосуретке түсіреді дейді. Енді бұл жерде балалар, бірінші біз берілген жазамыз, яғни берілгенде әр апта 5 рет суретке түсіреді, 5 рет. Одан кейін әр барғанда, яғни күнде ол 30 фото түсіреді екен, яғни әр күн сайын 30 фото түсіреді. Ал 4 аптада бізге қанша фото сурет түсіреді деп тұр. Енді бұл жерде балалар, біз не істейміз? Шешуінде біз балалар бірінші 5-ті 4 аптаға көбейтеміз, себебі ол бір аптада
5 рет барады, иә. Ал бізде 4 апта деп тұр. Яғни 5 бір аптадағы баратын уақытты, яғни күнді біз 4 аптаға, яғни 4 күнге, 4 аптаға көбейтеміз. Сонда 5-ті 4-ке көбейтсек, бізде 20 күн болады, иә. Яғни 4 аптада ол 20 күн барады екен. Енді ол әр барған сайын 30 фотодан түсіреді екен. Енді яғни бір күнде ол 30 фото түсіреді, иә. Ал ол 20 күнде неше фото түсіретінін табуымыз керекпіз. Яғни ол үшін біз 20 күнді 30 фото суретке көбейтеміз. Сонда бізде 600 фото сурет шығады, иә. Яғни жауабында балалар 4 аптада 600 осылай шығады. Келесі бізде 5-ші есептің А есебі. Есептегі деректерді өзгертіп, қайтадан шығар дейді. Яғни балалар, біз есептегі деректерді бұлай өзгертсек болады. Ол әр апта сайын 10 рет барады, иә, мектепке. Әр барғанда 25 фотодан түсіреді. 3 аптада қанша фото сурет түсіреді дейміз, иә. Енді мысалы, бұл жерде дәл А есебіндегідей шығады. Яғни біз әр апта сайын 10 рет барғандықтан біз 3 аптаға көбейтеміз, 30 болады, иә. Яғни 10-ды 3-ке көбейтсек 30. Яғни 3 аптада ол 30 рет барады екен, иә. Енді әр күн барған сайын ол 25 фото сүреді. Яғни біз 30-ды 25 фотоға көбейтеміз, иә. 30-ды 25-ке көбейткенде бізде 750 шығады. Яғни жауабында 3 аптада 750 фото сурет түсіреді деп жазып қоямыз, балалар. Келесі бізде балалар 6-шы есеп теңдеулерді шеш дейді, иә. Яғни балалар, бұл жерде бізде 6 теңдеу берілген, сол теңдеулерді өзіміз шешуіміз керекпіз. Бірінші бізде y азайтылған 160 тең 620 қосылған 175. Яғни балалар, бұл есепті біз қалай шығарамыз? Y азайту 165 тең 620-ға 173-ті қосатын болсақ, бізде балалар 793 деген сан шығады екен. Енді Y тең, бұл жерде Y-тің мәнін табу үшін біз балалар мына 793 деген санға 165-ті қосамыз, иә. Сонда Y-тің мәні бізде 958-ге тең болады екен. Енді осы 958 санын біз мына Y-тің орнына қойып жазып көрейік, яғни тексеріп көрейік. Яғни 958 азайтылған 165 тең 620 қосылған 173. Енді балалар, бұл жерде 958-ден 165-ті азайтсақ 793 шығады. 620-ға 173-ті қоссақ та 793 шығады, иә. Сол себепті, яғни екі жағы тең болғандықтан бұл есеп бізде дұрыс шықты деген сөз. Келесі 800 азайтылған x тең 870 азайтылған 610. Енді бұл есепті біз қалай шығарамыз? Бұл да бізде түсінікті, иә, себебі бірінші теңдеуге ұқсайды. 800 азайтылған x дейміз, тең 870-тен 610-ды азайтсақ, бізде 260 қалады, иә. Яғни азайтып аламыз бір-бірінен. Енді бұл жерде x-тің мәнін табу үшін біз балалар мына 800-ден 260 деген санды алып тастаймыз. Сонда x-тің мәні бізде балалар 540-қа тең болады екен. Енді осы 540 санын мына тұрған x-тің орнына қойып тексеріп көреміз, иә. 800 азайтылған 540 болады, тең 870 азайтылған 610. Яғни балалар, бұл жерде бізде екі жағында да 260 шығады. Сол себепті бұл теңдеу бізде дұрыс шықты. Келесі үшіншісі бізде 55 көбейтілген x тең 820 азайтылған 710 дейді, иә. Енді бұл жерде балалар 55-ті бірінші көбейту x деп жазамыз, тең 820-дан 710-ды азайтсақ, бізде 110 деген сан шығады екен. Енді бұл жерде балалар, мына x-тің орнын табу үшін біз балалар 110-ды 55-ке бөледі екенбіз, иә. Біз балалар 110-ды 55-ке бөлетін болсақ, x-тің мәні 2-ге тең болады екен. Енді осы екі санын біз мына x-тің орнына қойып тексереміз, иә. Басқа теңдеулер сияқты. Яғни 55 көбейтілген 2 болады, тең 820 азайтылған 710. Бұл жерде балалар екі жағы тең, сол себепті теңдеу дұрыс шықты. Келесі А бөлінген 15 тең 54 бөлінген 18 дейді. Бұл жерде балалар А бөлінген 15 болады, иә. 54-ті біз 18-ге бөлсек, балалар 3-ке тең болады, иә. 3-ке тең болады. Енді бұл жерде балалар А-ның мәнін табу үшін біз 15-ті мына тұрған 3-ке көбейтеді екенбіз, иә. Яғни 15-ті 3-ке көбейткенде балалар біз А-ның мәні 45-ке тең болады екен, иә. Енді осы 45 деген санды біз мына А-ның орнына қойып тексеріп көреміз. Яғни 45 бөлінген 15 3-ке тең болады, тең 54 бөлінген 18 3-ке тең болады. Яғни екі жағы да 3-ке тең болып тұр, яғни екеуі бір-біріне тең. Теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Келесі Y азайтылған 420 тең 600 азайтылған 56.
Яғни былай шығарамыз бұл есепті. Y азайтылған 420 болады тең 656-ны азайтсақ бізде 544 деген сан шығады екен. Енді осы жерден біз балалар Y тауып алуымыз керекпіз. Y-ті табу үшін біз балалар 544-ке 420-ны 420-ны қосады екенбіз. Сонда 544-ке 420-ны қоссақ, Y-тің мәні 964-ке тең болады екен. Осы 964 деген санды біз Y-тің орнына қойып жазамыз, яғни тексереміз. 964 азайтылған 420 болады тең 600 азайтылған 56. Енді бұл жерде де балалар есеп дұрыс шықты, себебі екі жағы да 544-ке тең екен. Келесі соңғы теңдеу бізде балалар 300 азайтылған x тең болады 42 көбейтілген 2 дейді. Енді балалар бұл жерде де түсінікті деген ойдамын, себебі 300 азайтылған x болады, 42-ні біз 2-ке көбейтіп аламыз бірінші. 42-ні 2-ке көбейткенде бізде мәні 84-ке тең болады. Енді бұл жерде біз x-тің мәнін табу үшін біз балалар 300-ден 84-ті азайтып тастайды екенбіз. Яғни мына 300-ден 84-ті азайтамыз. Сонда бізде x-тің мәні 216-ға тең болады екен. Енді осы 216-ны мына бірінші тұрған x-тің орнына қойып тексереміз. Яғни 300 азайтылған 216 тең 42 көбейтілген 2 болады. Енді бұл жерде де балалар есеп әрине дұрыс шықты, себебі екі жағы да 84-ке тең болып тұр. Келесі бізде балалар 7-ші есеп. Жерде екі дос жарысуда, олардың әрқайсысы қанша ұпай жинағанын анықта дейді. Яғни балалар, бізде дөңгелек дегеніміз ол 40 ұпай екен, мынандай 3 ромбик бізде 30 ұпай екен. Енді олардың ұпайын есептеу үшін біз мына кестеге қарап, олардың ұпайларын санайды екенбіз. Яғни бірінші бізде алмас екен, ода 40 ұпайдан бізде үшеу бар екен. Яғни міне біріншісі, екіншісі, үшіншісі, яғни 40 ұпайдан бізде үшеу бар екен. Яғни 3 рет атқан екен 30 ұпайға. Яғни біреу, екеу, үшеу екен. Яғни 40 ұпайдан 3 рет, 30 ұпайдан 3 рет екен. Алмастың барлық ұпайын санау үшін біз не істейміз? 40-ты қосамыз 30-ға, жақшаның ішінде біз екеуі де, яғни 40 ұпайда, 30 ұпайда 3 реттен атылған. Енді біз 40-қа 30-ды қосамыз 70 болады. 70-ті 3-ке көбейтсек, бізде 210 ұпай шығады екен. Яғни балалар, алмастың барлық ұпайы 210 екен. Келесі енді Қайраттың ұпайын санап көрейік. Бұл жерде балалар Қайраттың бірінші 40 ұпайы бізде бірінші 1, 2, 3 рет аталған екен. 40 ұпайға 3 рет тегізген екен. Келесі 30 ұпайға неше рет тегізген екен? 30 ұпайға бізде 4 рет тегізген деп тұр. Яғни 1, 2, 3, және мынау төртіншісі, яғни 4 рет тегізген екен. Яғни бұны қалай шығарамыз? Біз 40 көбейту 3 дейміз, себебі 40 ұпайдан 3 рет тегізген, және де қосылған 30 көбейтілген 4 дейміз, себебі 30-дан 4 рет, 30 ұпайдан 4 рет жинаған. Енді 40-ты 3-ке көбейтсек бізде 120 шығады, оған қосамыз 30-ды 4-ке көбейткенде 120 шығады. 120-ға 120-ны қоссақ бізде 240 деген сан шығады екен. Яғни бізде алмас 210 ұпай, Қайрат 240 ұпай жинаған екен. Келесі, есептің шартындағы құлатқан фигураға берілетін ұпай санын өзгертіп есепті қайтадан шығар дейді. Яғни бала жаңағы Алмас пен Қайраттың ұпайларын өзгертіп, яғни фигураға берілетін ұпайларын өзгертіп, біз жазуымыз керек екенбіз. Енді бұл жерде балалар біз былай жазсақ болады. Яғни 40 ұпай бізде дөңгелекте тұрды ғой, оны біз 20 ұпай деп аламыз. Яғни дөңгелекке тегізсе 20 ұпай алады деп аламыз. Ал ромбикке тегізсе 15 ұпай деп аламыз. Осылай шығарсақ болады. Яғни 20 ұпай 3 рет, 15 ұпай 3 рет деп алсақ болады. Енді бұл жерде де біз балалар 20-ға 15-ті қосып, жақшаның ішінде көбейтеміз 3-ке. 20-ға 15-ті қоссақ 35 болады. 35-ті 3-ке көбейтсек, бізде 105 ұпай шығады екен. Яғни алмастың ұпайы 105 болды. Келесі бізде балалар Қайраттың ұпайын санап көрейік. Яғни біз балалар бұл жерде Қайратқа былай есептесек болады. Яғни домалақ
домалаққа тигізсе 50 ұпай деп аламыз, ал ромбикке тигізетін болса 15 ұпай деп алсақ болады. Мысалға, енді 50 ұпайдан ол 3 рет алған екен, 15 ұпайдан 4-еу алған екен. Яғни біз балалар 50-ді 3-ке көбейтеміз, жақшаның ішінде, себебі 50-ден 3 рет тигізіп тұр. Қосамыз оған, 15 ұпайдан 4 рет тигізіп тұр. Жақша ішінде 15 көбейту 4 деп жазамыз. Енді біз 50-ді 3-ке көбейтсек 150 шығады, оған қосамыз, 15-ті 4-ке көбейткенде 60 шығады екен. Сонда бізде балалар 150-ге 60-ты қосақ 210 шығады екен. Яғни Қайраттың ұпайы 210 екен. Балалар, осылай шығарсаңдар болады. Яғни ұпайларын осылай өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі бізде балалар 8-ші есеп. Бірінші суретке үстінен қарағанда қай фигура сәйкес келеді дейді. Яғни балалар, мына бірінші сурет, бірінші суретке қарағанда қай фигура сәйкес келеді деп тұр. Яғни балалар, бұл жерде бізде қарап тұрсаңдар, мына үстінен қарағанда қалай көрінетіні мына жерде байқалып тұр. Яғни балалар, мына жерде бізде бірінші астыңғы жағында 2 бар екен, үстіңгі жағында 1 бар екен. Яғни балалар, бұл жерде бізде жауабы дұрыс келеді. Себебі мына жерге қарасақ, бізде бұл жерінде фигура жоқ. Яғни мына жерде де бізде фигура жоқ. Ал фигуралар бар, яғни квадраттар бар. Сол себепті жауабы дұрыс болады екен балалар. Яғни осылай жазып қоямыз. Суретке үстінен қарағанда фигурасы сәйкес келеді деп жазып қоямыз. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар өздерің іздеп таппаған жауаптардың барлығын табасыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Сабақта тек қана үздік болыңдар.